міндетті осылай келіп қалады деп ешкім де ойлаған жоқпыз ғой. Сөйтіп, жаңағы желтоқсан айы өтті, январь айы басталды, жаңағы қаңтар айы. Сонда да бізге ол арғы жақта болып жатқан нәрсе сияқты болды. Бізге де келмейтін шығар деп. Өйткені кезінде сол Қытайда осы коронавирустың свиной грипп, птичий грипп дегендер болды ғой. Сөйтіп ол да тағы басылатын шығар деген. Бірақ осы қаңтар айының соңында бас санитар врач ол кезде Жандарбек Бекшин деген кісі, осы кісі дабыл қаға бастады ғой. Ойбай, Қытай деген іргеміз жетір, кіріп кетеді, дайындық жүргізейік деп. Содан біздің студенттер қалды Ухан қаласында. Ухан деген енді көрмеген, естімеген қала. Дәу қала екен, сөйтсек ол да 11 миллиондық. Біздің біраз жастарымыз сол жақтан білім алып жатыр екен. Сол азаматтар жаңағы біздің мемлекет эвакуация жасаймыз деді, құтқарайық деп. Соған енді Уханнан келатқан соң эпицентрінен, оған дейін уже мына дүниежүзілік ақпараттар, ресми ақпараты бар, бейресми ақпараты бар, блогерлер бар. Енді адамды үрейлендіріп салған соң қорқыныш болды. Содан кім келеді, кім қатысады дегенде. Енді мен осы жерде хирург болып жұмыс істеймін. Осы өкпе хирургиясында, одан кейін жаңағы фтизиатрия маманымын, одан кейін пульмонолог. Осы өкпенің айналасы бар жан-жағы. Содан ертең ол студенттеріміз өзіміздің елдің балалары ғой. Кім қалады деп жаңағы бізге осы жерде жиын болды. Кім қалады деп. Сонда жаңағы еріктілердің бірі болдық. Мен бар, тағы да басқа да дәрігерлер бар, жаңағы мейірбикелер. Сен қаласың, анау-мынау деп ешкімге айтқан жоқ. Барлығы өз еркіменен. Енді жүректің жаңағы лүпілімен дегендей. Ерсі естілетін шығар, бірақ көбісі қанша дегенменде патриоттық сезім бар түпкілікті жүректе. Мына айтады ғой қазақта, елім дейтін ер болмаса, елім дейтін ер қайдан шығады дегендей. Осы қалдық алып көрейік, не болса да деп. Бізге айтты, енді осындай күні самолет рейсі келіп, дайындайық деп. Барлығын осы жерде дайындау жұмыстарын жүргіздік. Бізге жаңағы инфекционист мамандар келіп көмектесті. Былай да былай жасайық, былай дұрыстайық деп көмек ретінде. Осы 19 күні наурыздың осында коронавируспен түседі. Соған команда жинап жатырмын деп Абзал айтқан. 18 күн айтты кеште. Соған қалайсың деп. Енді сұрақ қойғаннан кейін, конечно, келістік деп. Қай уақытта келім керек деп сұрадым. 8 сағат, таңертең сағат 8-ін келе бердім. Кеште де жиналатын уақыт болған жоқ. Апыр-тапыр бірдеңе жинадық, сөйтіп жүгірдік. Келдік. Не туралы екен шамалы түсіндіріп берді. Бәрібір енді адам істеу керек қой, уақытында мені бұрында істеген, хирургта болған уақытында білемін ғой. Абзалдың осыдан 1-2 ай бұрында ақпаннан бастап біраз қиналып қалай жұмыс істеп жүргендер көргенмін. Арасында көмекте беріп. Сондықтан осы шақырған екен, одан да бір айтып едім, командаға жинасаң мен келем саған деп, көмек берем деп. Енді оның қандай адам екен білем де, сондықтан сөйтіп бастағанбыз. Енді басында провизорный болып бастадық. Келді осы жерге, прям ауыр емес, енді соған қарым-қатысы ауырға қатысы бар дегендер келді, соған ішінде шығып бастағандар болды. Басында шын айтқанда кішкене үрей де болды, қорқыныш та біраз болды. Аздап. Сонымен 13 ақпан күні жаңағы студенттеріміз таң атама сағат 4-те ма 5-те келді. Кейін бағамыз сақадай сай. Бір жағынан жүректе үрей бар. Адамдар жаңа автобустар бүйтіп бірінен соң бірі келді. Жаңағы алып келіп жатқан шоферлардың бәрі қымтанып киініп алған. Қорқыныш болады әрине. Келген соң өзіміздің әпелерім, балдар, қыздар, олар елдеріне келгенде жаңағы олардың да көздерінде үрей бар. Барлығын орналастырып, жатқызып, осы студент балалардың маған бір жігер берді өзіме, үлкен жүрегіме. Біз кейбір кезде елде анағанды көңілің толмайды, нағанды көңіл толмайды. Адам өзі көңіл толғызбайтын нәрсені көп жерден тауып алуға болады, тырнақтың астынан кіргізіп. Сонда мына жастар айтады, ішінде жаңағы солтүстіктің, оңтүстіктің, батыстың, жан-жақтың балдары. Орысы да бар, қазақ да бар. Еліме рахмет дейді. Менің елім сияқты ешкім алып кеткен жоқ. Барлығымызға посольстводан хабарласты. Бәрімізге жаңағы билетіміз алып берді. Біз ояқтан білім, тәрбие алып келеміз. Осы елімізге маман болып келіп, елімізді көтереміз деген кезде. Сол кезде бір ой салды. Ай, мына жастар сөйтіп тұрған кезде мен жасым үлкен болып, артқа қарай қашсам бұл ұят болар деп, сонымен ары қарай бұл мені жігерлендіре түсті. Мынау менің жұмыс орным. Бұл жерде мен өзім оңаша отырып жұмыстарымды атқарамын. Жаңа компьютерден бізде қазір цифрланған медицина ғой. Науқастарды көріп келген соң осы жерде история болезней, соның бәрін ауру тарихын осы жерде жазып, не көрдім, не қойдым, соны жазып отырамын.
және де анализдер керек болса да сол жаққа жіберіп отырамын. Барлығы қазір интернет арқылы жұмыс істейміз. Мынау арасында енді шаршап кеткен кездерде түнде демалып алатын жерім. Одан кейін жаңағы бізге басқа елдерде қалған жаңа коронавирустың өршіп жатқан жерлеріндегі азаматтарымыз бар, туристер бар, соларды алып келе бастады. Бір-екеуінен шыға бастады сол кезде. Не істейміз енді? Жағаны сөйлесіп тұрған адам нәтижесін алған кезде положительный екен деп сразу инфекционистермен ақылдасамыз. Бұл жерде енді бір адамның шешімі емес, көбінесе жалпылама консилиум жасаймыз, жиын жасап шешіп отырдық ем барысы жағын. Басында бір-бірімізге көмек беріп, бәріміз бірге істеп, білмеген нәрсені бірімізге көмек беріп, жаңағы айтып, түсіндіріп, өз ойыңды да арасына қосып, қалай болады екен, қалай жасау керек екен. Былай қарағанда бізге сырттан онша үйреткен адам да болған жоқ. Өздерімізді бастадық басында. Защита, ПЧК деген бәрін өздеріміз ойлап, қалай болса, қалай дұрыс болады деп. Кейін обеспечение жағынан түрлі нәрсе әкеліп бердік, сендердікі бәрі дұрыс деп, көріп, көмегін берейін деп. Себеп атқан бәрі басынан дұрыс деп. Соны бастадық. Мына жерде енді бөлмені бөліп тастағанбыз. Бұл жерге енді кірпішіне ағып жүрмейін деп 4 қабатты пленка пакетімен қабаттап, одан сыртынан скотчпен, арғы бетінен тағы да бір бөлек күнделікті зарарсызданда тұрады. Енді бұл жер таза аймақ болғанмен де сақтықта қорлық жоқ деген дүниеде жасалған әңгіме. Біз ондай болса мына жерде әрқашанда қымтанып жүре алмаймыз 24 сағат бойы. Біз одан қайтып мына жерде жаңағы лас зона, лас аймақ, мына жер таза аймақ қылайық. Ортасында жаңағы промежуточный, екі аралық. Себебі біздің жаңағы киініп шешіп, мына қарай кіріп кететін жеріміз деп. Сөйтіп өз-өзімізге жаңағы жағдай жасап алуға тырыстық. Сосын сырқаттарды жатқызған кезде де бөлмелерін бөліп, мысалға бүгін түскен науқаспенен ертеңгі түсетін науқаспен араластырмау керек болды. Себебі мынау науқасы ерте бастап кетсе, екінші науқас кеш бастап қалуы мүмкін, сонымен бір-бірін жұқтырып отырмасын деп. Сол жағдайларды ұйымдастырып отырдық. Сосын еміне келген кезде мына адамды күнде өзім мысалға менің қызметім азында тұрып, науқастардың барлығын қарап шығу, қайсының жағдайы қалай болып жатыр, егер де денсаулығына тағы да бір өзгерістер болып жатса, қосымша анализдер тағайындап, соған байланысты ем, дом жасап, осының жаңағы ұйымдастырушысы болып жүрген. Енді қайсы бірін айта берейін енді, мына жұмыс, ана жұмыс деп. Қолымыздан келгенше, егер де мен қолым тимей жатса, тағы да басқа да көмекшілерім бар. Біздің осы үш жұмыс барысында шығарған бір тағы да бір мамандығымыз бар, жаңағы инженер по техбезопасности деп атын айтып қойғанбыз. Жаңағы түсінбейтін сұрақтарға жауап беретін жігіт деп қоямыз. Ол бала негізі дәрігер емес, бірақ санитар. Сол біздің қолымыз жетпейтін, көңіл бөлмейтін, майда шүйденің барлығын іріктеп жүретін сол бала өзі. Сол барлығын киіндіруді де үйретіп қойдық соған. Одан қазір өзімізді қадағалап отырады, дұрыс киініңдер, бүйтіп отырыңдар деп жаңағы. Біз бір-бірімізді әрқашанда қадағалап жүреміз. Мана үстімізде киетін киімдерімізді әрқашанда екі адам болып киінгенін ұнатамыз. Себебі адам болған соң мына латынша айтқанда errare humanum est дейді ғой. Человеку свойственно ошибаться. Қателеседі. Қазақта да бар ғой айтпақшы. Қателеспейтін жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ дегендей. Сөйтіп қателесіп байқап бір жеріміз ашық қала ма деп сөйтіп екі адам әрқашанда бір-бірімізді қымтап, жақсылап шешінген кезде де солай. Дене қызуы дұрыс болса, ары қарай жұмыс істеуге рұқсат, нақау болмаса жаңағы оқшаулаймыз. Одан соң жаңа бірден киіндіріп қойдық, жалаңаш денеге жаңағы костюмдардың ішінде осындай костюм шығады. Бұны пижама деп атаймыз. Екі қабаттан тұрады біздің киетін киіміз. Мына бірінші қабаты асты, үсті шалбарменен және нәски киеміз. Шалбардың балағын нәскидің ішіне ораймыз. Одан кейін үстіңгі күртешені шалбардың ішіне саламыз. Одан соң біздің киетіміз 2-3 қабатты маска қолдануымыз керек. Неге екен, қазір артынан түсіндіріп берем. Толық тиянақты отыру керек. Одан соң біздің киетін киіміміз қолғап. Бұл да бірінші қабаттың киімі болып кетеді. Себебі біз екі қолғап киеміз. Бір сыртқы қолбақ жыртылған кезде екінші қолғап бізде сақтап қалады. Себебі жаңағы инфекциямен жанаспауымыз керек.
Енді мына біздің дәрігер енді сәл ірілеу болған соң, кейбір кезде киім жетпей қалып жатады. Сол кезде жиырылып қалмасын деп, скотчпенен тартып қоямыз. Бағана айтып кеткендей, бір адам киінген кезде екінші адамның көмектескені дұрыс болады дейтініміз сол. Бірінші орамал тағамыз. Мына бұның бәрі бірінші қабаттың киімі. Носки аяғы жабық, шалбар, одан кейін үстіңгі күртеше, одан кейін қолғап, бетінің маскасы. Орамалды таққан кезде мойында жабық болу керек. Мына сосын бір қолмен шеше салатындай, енді көбінесе біз оңқай адамыз ғой. Сол жақ бүйіріне түйінін шығарып қоямыз. Шешкен кезде тұрып лас қолыңмен өз-өзіңе жұқтырмас үшін. Енді осыдан кейін респиратор мына қызыл өзінің түсі көрсетіп тұрғандай аса қауіпті инфекцияларда киілетін халықаралық стандартқа сай. Осы масканы жаңағы осы екі масканың сыртынан киеміз. Мына масканың кию жұмыс уақыты негізі 3-4 сағатқа дейін жетеді. Бірақ біз әрқашанда қымталанып киініп алған соң, ауыздан шыққан дем суланып масканы ылғалдап жіберуі мүмкін. Ылғалдап жүрген кезде масканың инфекция өткізгіш күші төмендейді. Сол себептен біз ішінен маска киген кезімізде трехслойный. Ол бірінші қосымша қорғау болады. Одан кейін анау іштегі маска суланған кезде сырттағы респиратор әрдайым бізде қорғап өзінің қызметін жоғалтпайды. Енді осыдан кейін біз кейбір жерде сыртынан киеді, кейбір жерде ішінен киеді. Біз көбінесе мына іш жағынан жаңағы маска киеміз. Масканы іш жағынан киетін себебін қазір артынан түсіндіріп кетемін сіздерге. Одан кейін киілетін жағдай. Бізде уже екінші қабаттың киімдері кете бастады. Екінші қабаттың киімдері мына очкидің сыртынан киіліп кетеді. Неге десеңіз, мына Ухандағы әріптестеріміздің киінгені олар сыртынан киіп жүретін. Алдында очки сыртынан кисек, бірінші очки шешкен кезде сыртқы кемешек қалып қояды. Содан кемешек шешіп отқан кезде көз қорғанбай қалады. Сол себептен сыртқы киімді шешіп тастаған кезде очки шеше салу оңай обработка жасап. Сол себептен. Енді екінші қабат киім киеміз. Жаңа бірінші қабатты кидік, қазір екінші қабатты кие бастадық. Желкеден кіріп кетпесін деп біз өйстіп тағы қымтаймыз. Қарасаңыз, мына арт жағы барлығы қымталып жабық тұр. Енді мына қолын қымтауымыз керек. Қолды қымтаған кезде арғыдай сырғып кетпес үшін бір өзінің жіпшесі болады. Енді біз екінші қабат киім киіп жатқан соң, екінші қабат қолғапты да киеміз. Енді біз денемізді жаптық, енді аяғымызды жабуымыз керек. Аяғымызға да екінші қабат болады. Жаңа бұны бахилы дейміз. Сыртынан резеңке етік. Резеңке етік киетін себебіміз обработка жасаған кезде тазалау, зарарсыздандыру оңай. Неге десеңіз, бұл коронавирус инфекциясы кезінде ұшқан тамшылар 1-2 метр ғана ұшады да, одан кейін жерге шөгіп қалады. Ал біз аяқ киіммен сол жерді басып жүрген соң, аяқ киімді міндетті түрде жақсылап зарарсыздандыру керек. Адамдармен нақты жұмыс істейтін болған соң, енді 1-2 метр қашықта тұрмаймыз ғой. Кейбір жақын келіп қаламыз. Сол себептен біз үшінші қабатқа зарарсыздандыруға оңай деп, осындай фартуктары бар. Сол фартук кигіземіз. Киімнен өтіп кетуі мүмкін. Сол себептен осындай зарарсыздандырамыз. Бағанағы мына аяғының ашық жерін көрсеңіз, енді қазір жабыла бастайды. Мынау енді кейбір жерде отырып қалады, жаңағы жұмыс жасайды. Сол кезде шынтақ жабар кигіземіз. Сонда біздің адам дайын болды. Мына енді қазір денеміз бәрі жауып болғанмен де әлі бізде саңылаулар бар. Осы саңылаудан қымтау үшін біз мынандай мақта алып саңылауларды жаба бастаймыз. Сосын мына жерден жаңағы пластырменен жауып тастаймыз. Бізде сонда бір респиратор, ішінен 2 қабат маска, бетперде. Сол бетперденің арқасында адам жаңағы жұтпайды. Бізде енді инфекцияның кіретін жолы үшеу ғой. Мұрын, ауыз, көз. Біз сол себептен сол жерлерді әбден қымтауға тырысамыз. Ар жақ бізде таза аймақ. Мына жер екі аралық, бұл жаңағы промежуточная зона дейміз. Мұрзалас шығып кете береміз. Арғыдай шыққан соң уже ар жағы лас аймақ. Одан кейін ар жағында тағы да біздің оқшаулап қойған жеріміз бар. Ол жерде залалсыздандырып тұрады. Сонда бізде 1, 2, 3 бөлмені залалсыздандырып кіріп отырамыз.
әр этапта әртүрлі іс-қимыл, таза аймаққа шыққан кезде жуынып, тап-таза шығу керек. Осыны коронавирус енді аурулар жатқызып бастады. Оны қалай емдеу керек, не екенін протоколдарды көрсетіп, онда жаңа сараптамаға салдық біраз. Әр келген адамды көресің түріне. Келген уақытта сенбейді, өзінде бар екен біріншіден, екіншіден үрейленеді, қорқады, көрініп тұр. Бірнеше күннен кейін барып тұр, ол емін қалдап бастағаннан кейін, жақсы болғаннан кейін барып сеніп бастайды. Көп сайын жеріне. Жарайды. Әртүрлі жағдайлар болады. Мына жүйке созған дегендей, бізде екінші қиындататын жағдай адамдар ауруын мойындағысы келмейді. Нәтижесін көрсетіп тұрсаң да, денсаулығын нашарлауын көрсетіп тұрсаң да, мойындағысы келмейді. Енді қазір мына результаттар келген уақытта положительный повторно келгендер тоже қиын. 14-15 күннен бері жатып тұрып, результат положительный келгенде кәдімгідей түңіліп қалады. Көріп тұрасың, сағынады үшін. Енді біздер де сағынамыз білеміз қой. Білем ғой. Саулық ұстаңыз сияқты кәдімше. Егер положительный болмаса, біз жүре алмайтын себебіміз де бар. Арға жайылмасшын ғой ол. Қойыңшы. Дәрі қабылдамай жүргенде болды басында. Ештен кейін берген сеңде. Кейін енді 1-2 күннен кейін сөйлесіп, не қылғаннан кейін ашуларда басылғаннан кейін барып тұрып тыңдап бастайды енді. Ақылдасып, түсініп бастайды, емделіп бастайды. Дұрысталды біраз. Басында бізде адамдар келген кезде жалпылама топ-топпен түсті ғой. Сол кезде тәулік бойы жұмыс істеп кеткен кездер болды. Сонда бір-екеуміз демалдырып аламыз. Бір-екеуі жаңағы жұмысқа шығып кетеді жағына. Бияқтан шаршап келген кезде мына екеуі күтіп шай тамағын дайындайды да олар шығып кетеді. Жаңағы ұжым болып жұмыс істеудің ғажабын сол кезде көрдік. Ал енді мына коронавируспен ауырған адамдар, оларды әдейі ауырамыз деп ауырмайды ғой. Қазіргі кезде мына қоғамда дау отыр. Ауырып жатқан адамдар өздері әдейі жұқтырған деп мейірбикелерді, дәрігерлерді кінәлап. Біз енді өзіміз айтып отырмын ғой, ерікті ретінде біз 19 наурызда кірдік осы жерге, жабық карантинге. Ал енді жаңағы үстемақы деген ол наурыздың соңында айтылды, қателеспесем. Біз оны айтылмай тұрып көріп кеткенбіз. Қалайсыздар қыздар? Сәлеметсіздер. Денсаулықтарың қалай? Көңілге қалай? Дәріс жатсың ба? Я жатырмын. Қазір мынай мазалап жатқан жоқ қойсың, е? Жоқ, ештеңе болмады. Хорошо. Сіз қалайсыз? Кейбір адамдар мысалға өте ауыр жағдайда қазір біліп отырсыздар, біздің Қазақстанда осы коронавирустен мерт болып жатқан адамдар да бар. Оны енді қазір дәрігерлер күні-түні қасында қолынан келгенше көмектесіп жатыр. Бұл коронавирустың бір ерекшелігі, коронавирустың өзі өлтірмейді адамды. Коронавирус бұл қосымша аурулары болса, соны қоздырады, иммунитетін әлсіретеді. Сол басқа аурулар сол өршіп, арқырай ауырып қалады. Мына жаңа айтып отырмын ғой, біздің сырқаттанып жатқан адамдарды күнде көреміз. Күнде көрген кезде симптомы жоқ, ешқандай жоқ. Былай қарасаң, Құдайға шүкір, құралдардың барлығы бар ғой. Пульс оксиметрмен тексеріп көреміз, тынысы төмендеп жатқан кезде, осыда бір нәрсе бар, бірден рентгенге жіберіп аламыз. Ол да бір жағынан бас дәрігерімізге рахмет әйтеуір. Не сұрасаңдар да соны әкеп береді әйтеуір. Бізге рентген керек, оласы үшін любой кезде түсіріп қаламыз дейміз, соны түсіреміз. Пневмония шығып қалады енді көп жағдайда. Әрбір 3-4 адам пневмониямен ауырады ғой енді былайша айтқанда. Жастары да бар, жасы егдедегі кісілер бар. Сол адамдар дәрісін тағайындаймыз, мына дәрі болса болды, немесе басқасын ауыстырып көреміз. Кейбір кезде кислород керек болып жатады, себебі ана өкпесі деген бұл аурудың ерекшелігі пневмония екі өкпеге бірден жайылып бірақ шығады. Сол кезде адамда тыныс тарылып қалады. Адам тұншыға бастайды. Сол кезде жаңағы қолдағы бар нәрсенің бәрін қолданамыз. Кислородын да қосамыз, дәрісін де береміз. Тфа-тфа әйтеуір аман-есен шығып жатыр адамдар. Біздегі ауыр жағдайда жатқан адамның несін ашып берсеңіз, кислородпен жатқан кісінің, сол кісі не қоссақ болады екен?
Енді бұл кісіде әлі пневмониясы бар ғой. Иә, бұл кісіде еще жүрек жетіспеушілігі де бар. Сол себептен бұған жаңағы жүрек қоректендіретін, тағы да иммунитетін толықтыратын дәрілер қосқанымыз дұрыс болар. Және де сол кислородын да ары қарай жалғастыра берейік. Және де қандай ұсыныстар бар сіздерде? Мегацеп қоссақ қайтады, саламастырсақ. Қосып көрейік, ондай болса 2 антибиотикпен, бір жаңағы саңырауқұлаққа қарсы дәрі. Және де система қойық. Антибиотикті жаңағы бұлшық етке салсақ. Енді міне Құда қаласа, бүгін менде выпискам басталады. Екеуі енді шығады бүгін. Ал мінекей, мынау сіздің выпискаңыз. Осымен сіздің больничныйыңыз, мына төменде приемный жақта дайын тұр деп айтты. Сол жерден алып кетесіз. Қаласыңдар жігіттер. Не жаңалық бар сізде? Официально вручаю выписку. Вот так. Сіз жиналып шыға берсеңіз болады. Құттықтаймын сізді. Бізде басында кірген кезде ел қолдады. Ол әлеуметтік желілерден байқадық. Жаңағы телевизорден айтып, жаңағы біз біргеміз деп, жаңағы светомузыка жасап, жаңағы инстаграмнан көріп отырсың, қол шапалақтап. Енді ол әлеуметтік желінде түнде сол 2-3-дің кезінде қосып көріп қоямыз, жаңағы не болып жатыр екен деп қойып елде. Кейін бара-бара чөт қарап отырсақ, адамдар, бұл үндет өтірік, бұл анау адам ауырып отқан адам жоқ. Кейбір атын айтпай қояйын, бір әртіс адамдар бар. Сол ауыр өлім деп жатқан адамның түрін көрдіңдер ма, видеосын көрдіңдер ма деп жаңағы шығарады да. Әйтеуір біздің халықтың көңілінен шығу қиын ғой әрқашанда. Мына сол дәрігерлерге емес, сондай адамдарға халық көп сеніп кетеді. Мына конспирология, жаңағы теория заговор деп жатады, сондайларға көп көңіл бөледі. Негізінде бұл болып жатқан өмірдегі шындық, ешкім бұны ойдан шығарып жатқан жоқ. Көзбен көрмеген соң біз жаңағы ол жоқ сияқты көрінеді. Мына жарайды алдап жатыр дейді біздің ел. Жалғыз біздің ел емес, бұл бүкіл әлемде болып жатырған дүние ғой. Мына Қытайдан басталды қазір. Біздің көрші мемлекеттер, мысалы Ресейде де басында мойындамады, ақ соңында қазір Қытайдан да осып кетті ғой саны. Қазір күштері жетпей жатыр. Бізге қолдау ақшалай емес, бізге қолдау тек қана халықтың жылы сөз ғана керек. Бізді жігерлендіреді сол. Олым, олым. Не болды? Келмейсің телефонға. Көрін жүгіріп көретін едің. Ай, жаным сол. Звондамайтын болдың ғой, балам ау? Жұмсағым ау. КВИ науқастармен бірге істегеннен кейін біздерде контактный болып істелеміз. Біздерден де жұғу мүмкіншілігі бар деген ойдамыз. Сондықтан да біздер осы еш жерге шықпай, тек жұмыс осы чисто зонада, таза зонада деп жазып қойдық. Осы жерде тұрамыз, осы жерде жүреміз. Бір-бірімізге поддержка өте көп береміз енді, шынында керек. Кейде болды даже мен ойлайтын ешқашанда мен осы жігітпін, немен ешқашан жыламаймын, даже военныйда істедім уақыт. Көзге жас алған уақыттарда болды. Ол да шыны. Мен туған күнге айтпақшы кеше болып еді. Қызымның 2 ай бұрын беріп жіберген нәрсесін кеше деген ашып, бәріміз бірге қарап, ішіне салып жіберген. Кәдімгідей көзден жас айналып көзге келіп. Құда қаласа 40 күн бола ма, қанша болады, бәріне шыдаймыз. Амал қанша. Осыны жеңіп, үйге бару керек қой, бала шағаға. Сол үшін келдік қой. Мен сені сағындым, қызым. Қатты сағындым. 19 күн? Неге 19 күн? Айқамой 2 айға кетті деп соған санап отырды. 2 айдан бері санап жүр ме әлі? Алла қаласы, бәрі де дұрыс болады. Бәрі келеміз әлі. Кетіп бартқанда да шыны керек. Қоштасқанда өйіп кеттік қой енді. Балдарымыз біз таң сағат 5-те ма келдік. Балдарымыз ұйықтап жатты. Балдарымыздың басына искеп, жаным күнім деп, жарымызға аманат деп, сөйтіп қоштасып кеткенде кеттік қой енді. Келеміз де, келмейміз де. Енді Құдай қаласа қайтарымыз деген үміт бар.
адамнан барлық нәрсесін тартып алуға болады, тек қана үмітті тартып ала алмайсың. Барлығымызда бір үміт. Мына енді осы жерде ұйымдастырып отырған соң, мен ең бірінші мақсатым осы басқарып отырған қыздар бар, балалар бар, жігіттер аман-есен үйіне қайтса екен. Маған керегі сол. Осыларды әйтеуір орысша айтқанда без боевых потерь дейді ғой. Абыроймен кірдік, абыроймен шықсақ болдық деп бізде күнде айтатын ұранымыз сол. Біз де балаларымызды өсіргіміз келеді, жетім болмаса екен дейміз. Біз соған жетеміз, біз оған сенімдіміз.